Құрметті менің оқырмандарым, бүгін сіздерге өзімнің заказға жасап жүрген красный бархат пирожный рецептімен бөлісетін боламын. Өте жеңіл, жеген кезде ауызда еритін, дастарханның сәнін ашатын рецепті қабыл алыңыздар. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге ұн, разрыхитель, краситель, пищевой сода, май, жұмыртқа, айран және сұйық май қажет. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, көпіргенше араластырамыз. Міне біздің массамыз осындай аппақ көпіріп шықты. Енді осының үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне енді осының үстіне сұйық майымызды және айранымызды 2,5 немесе 3,2% болады. Және осы қоспаны қосып жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне құрғақ құрамдарды біріктіреміз. Ұнға разрыхитель, ассоцы және красительдерді салып, бір араластырып аламыз. Яғни менде краситель, индийский пищевой краситель. Енді осыны 3 бөлікке бөліп саламыз. Бірден салуларыңызға болмайды. Миксердің аз жылдамдығымен бастап, бірте жылдамдықтарды арттырамыз. Міне біздің массамыз уже қызыл түс бере бастады. Енді екінші бөлік ұнымызды тағы да саламыз. Араластырамыз, яғни бізде түйіршік болмауы қажет. Енді біздің массамыз қып-қызыл түсіне енді. Үшінші ұнымызды салып, жақсылап массамыз бір келкі болғанша миксермен араластырамыз. Енді жан-жағын лопатканың көмегімен жинап, ортаға жинап аламыз да, тағы да миксермен бір-екі рет шайқап аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді осыны 3 бөлікке немесе өздеріңіз 4 бөлікке пісірсеңіздер болады. Менде осындай 4 форма бар. Үлкейтіп кішірейтетін. Сіздер домалақ формаға жасасаңыздар болады. Яғни сіздер бір ыдыстарға қиып алсаңыздар болады. Бірдей теңдей бөліп, мен өзім жасап жүргендіктен көз мөлшерімен осылай салып шығамын. Егер сіздер бірінші рет жасап тұрсаңыздар, бірдей 3 бөлікке немесе 4 бөлікке ыдысқа салып, осылай қисаңыздар болады. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Міне біздің тестіміз дайын. Енді осыны 180 градуста пісіріп алдық. Міне осындай бізде 3 корж пісті. Көрдіңіздер ма? Өте нәзік, жұмсақ корждарымыз дайын болды. Енді кремімізді дайындап алдық. Яғни дайындалу жолы алдыңғы видеоларымда бар. Енді осындай формаға бірінші коржымызды салып, және үстіне дайындалған кремімізді салып шығамыз. Осындай спатуланың көмегімен барлығын бір келкетіп кремдерімізді орналастырамыз. Егерде бұндай сіздерде спатула болмаса, қасықтың көмегімен жайып алсаңыздар болады тегістеп. Кремі өте көп салмаңыздар, және өте аз болып қалмасын. Екінші коржын салдық, тағы да үстіне кремдерді салып шығамыз. Менде burada қыздар заказға жасап жатқандықтан 24-25 штук пирожный шығады. Егерде сіздер
аз мөлшерде істейтін болсаңыздар, яғни құрамдарын азайтып жасасаңыздар болады. Мен барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Міне бізде екінші корж бітті. Енді үшінші коржымызды салып, тағы да кремімізді жағып шығамыз. Қазақша каналдың дамуына аз да болса үлесімді қосам десеңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Жаңадан қосылған көрермендерім болса, менің парақшамдағы подписаться бөлімін басып кетсеңіздер болады. Енді біз формадан шешіп аламыз. Пышақтың көмегімен осылай шешіп алдық. Және жан жағын тегістеп аламыз. Яғни бізде формамен холодильникте кем дегенде 5-6 сағат тұруы қажет. Енді бізде қалған корждан қалған, яғни жан-жағынан қалған корждарымызды блендердің көмегімен езіп аламыз және осы пирожныйдың жан-жағына және үстіңгі бөлігіне корждарымызды орналастырып аламыз, майда бөліктерін. Міне біздің пирожныйымыз дайын. Енді осылай бөліктерге бөліп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.